Негізі мен бұл семинарға сағат ровно 11-де келдім, бірақ өкініштісі мен басында көп нәрсені қарсы алмаған өкініп отырмын. Көзім жеткізгені топта жұмыс жасаған өте жақсы, соның ішінде мимикамен жұмыс істеген жақсы болды. Одан кейін вахтерлы доп арқылы көбейтілісті сұрақ жауап арқылы. Ең ұсынысым келешекте бұдан да кішкене тағы да мұғалімді не жағынан шығармашылық жағынан математика жағынан кішкене біздер тереңірек білсек деп ойлаймын да, тағы қырсығын. Рахмет. 2 жылымыз бітіріліп, математика пән мұғалімдеріне шығармашылық белсенділі табыстар тілеймін. Еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Ешқандай немім жоқ, жақсы керемет семинар өз несіне жетті. Бүгінгі семинар өте қызықты өтті. Математика пән мұғалімдеріне шығармашылық табыс тілейміз. Барлық үйренген өзіміздің немізге жаңағы қорымызға қосып алған әдіс тәсілдер болды. Сіздерге үлкен рахмет. Осы мен өте риза болдым. Барлық керемет қатысқаныма қуаныштымын. Біріншіден математика әдістеме күресіне рахмет етеміз. Тамаша семинарларыңыз. Сабақтарыңызда жақсы өтті, мен кеше семинарларда тамаша маған ұнады. Тек табыс тілеймін, шығармашылық жұмыста. Рахмет сіздерге. Семинар болды. Осы оқу жылында алғашқы күшті семинарлардың бірі деп айта аламын. Сіздерге шыдамдылық, төзімділік тілеймін. Математика пән мұғалімдері ретінде командамыз өте мықты, Сабира апай. Осы беттен қайтпаңыздар, тек қана биік белестерден көрінбеңіздер. Спасибо за семинар. Желаю творческих успехов. Молодым не уставать. Терпения. Спасибо, могу сказать. Маған өте ұнады осы әдіс тәсілдер. Негізі бұл әдіс тәсілдерді осы пәнаралық байланыс, одан кейін топтық жұмыстағы сосын именно белсенділерді шығармай жалпы барлығы жұмыс жасайғаны өте жақсы тәсілдер. Соны тек қана математика емес, басқа пәндерде де қолдануға болады. Енді ұсынысым осындай семинарға көбірек мұғалімдер қатысса, сол мұғалімдер барлығы өздері қатысып, соны оқушыларға көрсете берсе. Бағана басында көрсеттіңіз ғой, семинардың басында. Маған көрсетсе, мен оның 20%-ын жеткізе аламын. Өзім көрсем. Маған айтса 10%-ын жеткізе аламын. Ал егер маған мүмкіндік беріп, соны мен өзімнен өткізіп, өзім көрсем, өзім істесем, оны мен 80-90%-ын оқушыларға жеткізе аламын. Сол себепті сол өте үлкен плюс. Барлығына ұсыныс, көбірек қатысып, осындай семинарларда өзі қатысып, ары оқушыларға тәлімгерлік етіп беру өте дұрыс болар еді. Рахмет.